Қазақ халқы төрт түліктің төресі деп төбесіне көтеретін жылқының қасиетін тауысып айту мүмкін емес. Қазірде қазақ қана емес, көп ауруға ем саналатын жылқы етін дамыған Еуропа елдері де мойындап отыр. Шетелдік зерттеуші дәрігерлер еттің ішіндегі ең пайдалысы жылқының еті екендігін, жылқы майының адам организмінде ешқашан тұнбаға түспейтіндігін зерттеп білді. Олар жылқы етінің 17 түрлі ауруға ем болатындығын мойындады. Жылқы етінің ең басты қасиеті жүрек қан тамыр ауруларына, бүйрек жұмысын жақсартуға, буын сүйектерінің сырқырауына, ішкі ағзаның дұрыс жұмыс жасауына тигізер әсері мол. Ағза жасушаларын жаңартып отыратын қасиеті де дәлелденген. Сонымен қатар жылқының жүрегін жеу ми қызметін жақсартады. Мидағы миллиондаған жасушаларды жаңартып, есте сақтау қабілетіне жауап беретін талшықтарға көмек береді. Мамандардың айтуынша жылқы етін тұрақты жеу мидың ұзақ уақыт мүлтіксіз қызмет көрсетуіне септігін тигізеді. Ол үшін жылқы жүрегін пісіріп не қуырып жеу керек. Жылқы етінде негізінен минералды заттар, оның ішінде темір көп. Әсіресе жылқы бауыры темірге, А1, В2, 12 дәрумендеріне бай. Мамандар жылқы етін мұздатқышта сақтағаннан гөрі, оны сүрлеп сақтаған әлдеқайда пайдалы екендігін айтады. Енді аса маңызды тақырып етті тұздау бойынша. Сіздер қадірменді YouTube көрермендер етті қалай тұздайсыздар? Мен жақын арада бір апамен танысып, етті басқаша тұздайтығына қайран қалдым. Ол кісі етті 5 тәулікке тұзды суға сап қояды екен. Сосын 5 тәуліктен соң етті тұзды судан шығарып кептіреді. Сосын мұздатқышқа салады. Бұл тәсілмен жасалған ет дәмі қанша уақыт өтсе де балғын болып тұрады. Сонда еттен дәм таттым. Сіздер етті қалай тұздайсыздар? Бөлісе отырсаңыздар. Ет жемесе бас ауыратын қазақпыз ғой, сол еттің дұрыс тұздалып, бұзылмай, иістенбей тамаққа қолдануымыздың өзі бір ғанибет. Қазақстанның әр өңірінде етті әрқалай тұздап дайындайды ма? Етті тұзды суға сап қойған дұрыс па, сіздер қалай ойлайсыздар? Ойларыңызды жаза кетсеңіздер екен.